Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен дауысты дыбыстар деген тақырыпты өтетін боламыз. Дауысты дыбыстар, тіл дыбыстары дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар деп екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстар саны қазақ тілінде 12. Олар а, ә, о, ө, е, а, о, ү, и, және о кейде дауысты, кейде дауыссыз болады. Дауысты дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамауы арқылы үннен жасалады. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай екіге бөлінеді. Олар біріншісі жуан дауысты дыбыстар а, о, а, у. Жіңішке дауысты дыбыстар екіншісі ә, ө, е, и, у. Қазақ тілінде сөздер не тек жуан дауысты дыбыстардан немесе тек жіңішке дауысты дыбыстардан құралады. Мысалы, тек жуан дауысты дыбыстардан құралған сөздер арыстан, аққу, рақат, қара торғай, дауылпаз, тасбақа. Бұлардың барлығының құрамындағы дауысты дыбыстардың барлығы да жуан. Тек жіңішке дауысты дыбыстардан құралған сөздер өмір, ө және жіңішке дауысты дыбыстар, көктем, ө және е жіңішке дауысты дыбыстар, жүгері, мереке, күміс, ілгіш тағы басқа. Бұның барлығының ішіндегі дауысты дыбыстар жіңішке дауысты дыбыстар болып есептеледі. Ары қарай жалғастырамыз. Бірақ басқа тілден енген сөздерде, қос сөздермен біріккен сөздерде жуан дауысты мен жіңішке дауысты дыбыстар араласып келе береді. Ондай сөздер аралас дыбысты сөздер деп аталады. Мысалы, емтихан, и, а. Е жіңішке, и жіңішке, а жуан. Синтаксис, жөн жосық, оқта текте, азық түлік, темір қазық, екі басты көзқарас. Бұның ішінде, бұл сөздердің ішінде дауысты, жіңішке дауысты дыбыстарда, жуан дауысты дыбыстарда бар. Дауысты дыбыстар жақтың қатысына қарай ашық және қысаң болып екіге бөлінеді. Біріншісі ашық дауыстылар жақтың кең ашылуы арқылы жасалады. Олар а, ә, о, ө, е. Бұл дауысты дыбыстарды айтқан кезде жақ кең ашылады. Сондықтан бұлар ашық дауысты дыбыстар. Қысаң дауыстылар а, и, о, у. Қысаң дауыстыларды айтқанда жақ кең ашылмай ауа қысылып шығады. Сондықтан олар қысаң деп аталады. Қысылып шығады ауа. Енді сіздерге кішкентай ғана лайфхак. Ашық дауысты дыбыстардың барлығы дөңгелекше болып келеді. Солай жаттап алсаңыздар да болады. Дөңгелекше салуға оңай, дөңгелекше салуға ыңғайлы дауыстылардың барлығы олар ашық дауыстылар. Еріндік пен езулік дауысты дыбыстар ерін мен езудің қатысына қарай еріндік және езулік болып екіге бөлінеді. Еріндік дауыстылар о, ө, у. Еріндік дауыстылар еріннің алға қарай созылып дөңгеленуі арқылы жасалады. Яғни ерін бүйтіп үшкірленіп алға қарай созылатын болса, бұның барлығы еріндік дауыстылар. Осылай жаттап алсаңыздар да болады. Езулік дауыстылар езудің кейін тартылуы арқылы жасалады. Олар а, ә, е, и, а, Бұларды, осы дауыстыларды айтқанда езу екі жаққа қарай бүйтіп созылады. Сол кезде езулік дауыстылар шығады. Осылай жаттап алсаңыздар болады. Келесі қорытынды. Сонымен дауысты дыбыстар дегеніміз өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамай еркін шығу арқылы жасалатын дыбыстар. Дауысты дыбыстар жуан жіңішке, ашық қысаң, еріндік езулік болып осындай топтарға бөлінеді екен. Ешқандай қиындығы жоқ. Дауысты дыбыстар не екенін осымен үйрендіңіздер деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Мен уақытымның барынша жауап беруге тырысамын. Осымен балалар дауысты дыбыстар тақырыбын аяқтаймыз. Аман, есен болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.